Дастан Талғатұлы Сәтбаев, қазақ елінің басына бұйырған тума талант иесі. Дастан 2008 жылғы 12 тамызда Қазақстан Республикасы Алматы қаласында дүниеге келген. Бойы шамамен 170 см, салмағы 73 кг. Негізгі ойын алаңындағы орын позициясы шабуылшы. Алматылық Қайрат клубының сапында 9 нөмірмен өнер көрсетеді. Әлеуметтік желілерде немесе ресми сұхбаттарда ол жеке өмірін аса жарияламайды. Дегенмен бірнеше белгілі мәліметті бөлісуге болады. Қазақстандық бапкер Самат Смақов өзінің сұхбатында былай деп атап өткен: "Мен Дастанды 6 жасынан білемін, ата-анасын да жақсы танимын. Баласын түрлі телешоулар мен көпшілік іс-шаралардың аулақ ұстасын деп әке-шешесіне ескертіп отырамын" деп жазба қалдырған. Бұл мәлімдемеден баланың ата-анасының қоғамдық назардан барынша алыстау қалуға талпынысы көрінеді. Бауыржан Тұрысбек, Қазақстан құрамасының бұрынғы ойыншысы, саясат емес, көршісі ретінде Дастан жайлы мынадай пікір білдірген: "Дастан жақсы тәрбие көрген, намаз оқитын сабырлы жігіт. Әкесін де танимын" деп қысқа нұсқа түрде өз пікірін айтқан екен. Бұл пікірлер ата-ананың дінге құрметтілік пен тәрбиені дәстүрлі тұсында сақтағанын көрсетеді. Дастан Азаттыққа берген сұхбатында Челси клубынан шақырту алған сәтті әкесінің жеткізгенін айтып, былай деп баяндайды: "Бұл сәтте мектепте отырғанымда әкем хабарласты, Челси саған қызығушылық танытып отыр" деді. Бұл әкенің мансаптағы ірі жаңалықтарды тікелей шағын оқиғалар арқылы отбасыға жеткізетінін көрсетеді. Тіпті бапкерлік ақпараттарда да мәселелерді оларға сақтықпен жеткізген. Анасына қатысты әлеуметтік желі реакциялары. Пенальти KZ сайтында Дастанның анасы матч соңында көрермендер тарапынан жоғарғы баға алған туралы видео жарияланған. Әсіресе анасы мықты екен деген пікірлер көп болды. Бұл әлеуметтік деңгейде оның аналық қолдау мен тәрбиелік ықпалы жоғары екенін көрсетеді. Ата-анасының есімдері, кәсіби қызметтері, өзге жеке деректері ресми емес жарияланған жоқ, бірақ кәсіби бапкерлер мен футбол қоғамының өкілдері оның отбасылық тәрбиесіне, әсіресе әкесі мен анасының рөлі жоғары баға береді. Әкенің ақылшыл стратегиялық шешімдері қабылдаудағы ықпалы айқын көрсетілген. Ананың қолдауы тәрбиедегі ықпалды әлеуметтік деңгейде жоғары бағаланып жүргені байқалады. Дастан Сәтбаевтың клубтық мансабы 2017 жылдан бастап Қайрат академиясына тәрбиеленген. 2024 жылғы мамырда негізгі құрамада дебют жасап, клуб тарихындағы ең жас ойыншы атанды, 15 жасында. 2024 жылы Киджу лига маусымында 28 матчта 26 гол, 10 нәтижелі пас арқылы маусымның үздік ойыншысы атағын иеленді. UEFA U19 лигада 4 матчқа қатысып, 1 гол, 1 пас берді. Сәтбаевтың 2025 жылы маусымына дейін Қазақстан премьер-лигасында Қайрат шамамен 17 ойын, 8 гол, 3 пас. Қосымша кубоктердің барлығы 1 матч және 1 гол бар. 2025 жылы Қайрат құрамасымен Қазақстан суперкубогын жеңіп алған болатын. Сәтбаевтың халықаралық мансабы 2023 жылы қазаннан бастап Қазақстан U17 құрамасында өнер көрсетіп, 10 кездесуде 4 гол соғып, жетістікті капитан болды. 2025 жылдың 19 наурызында Куракава құрамасына қарсы өткізіліп, ұлттық құрамалық дебют жасады. Ол кезде 17 жаста 7 ай 8 күн еді. Бұл рекорд болып қалды. 2025 жылдың наурыз-маусым айларында ұлттық құрама сапында 4 матчқа қатысты. Сәтбаевтың трансфер мен нарықтағы құны Трансфер маркет порталы бойынша 2025 маусымында оның нарықтағы бағасы 1,8 миллион евроны құрады. Қазақстан премьер-лигасында ең қымбат ойыншы екенін көрсетеді. 2024 жылы бағасы шамамен 500 мың еуро болған, бір маусымда 3 есе өскен. 2025 жылға 10 ақпанда Қайрат ресми түрде Дастанның Лондонның Челси клубына трансфер туралы мәлімдеді. Келісім 26 жылда жазда. Оның жасы 18 жасқа толған кезде күшіне енеді. Дәл қазіргі уақытта Дастанның трансфер құны шамамен 4 миллион евроны құрайды. Бұл Қазақстан үшін рекорд мөлшер. Сондағы шарт 5 жылдық келісімшарт плюс 1 жыл опция мүмкіндігі бар. Әзірге ол Қазақстанда қалған оқыту кезеңдерін аяқтап, Қайрат сапында өнер көрсетеді. Коммерциялық серіктес ретінде 2025 жылдың маусымында Nike брендімен келісімшартқа отырғаны туралы хабарланды.
Дастанның ерекше жетістіктері мен марапаттары 16 жасқа дейінгі футболшылар арасында әлемнің үздік гол соғушысы қатарында 9 голмен, Ноит де Копа рейтингінде алдыңғы қатарда QG Лига 2024 жылғы маусымында үздік ойыншы құрметіне ие болды. Ағылшындық Челси футбол клубының осы Дастан Сәтбаев туралы жайлы пікірін айта кетсек. Фабрицио Романо белгілі журналист атақты сияқты ресми трансфер инсайдерлері хабарлағандай, Челси Сәтбаевты ерекше қабілеттері бар футболшы ретінде санайды. Клуб бұл жас талантқа 3-4 миллион пакетіне қосалқы төлемдер қоса алғанда оңай инвестиция ретінде қараған. Бұл Қазақстан премьер-лигасындағы рекордтық трансфер. Қайраттың ресми мәлімдемесіне сүйенсек, Сәтбаев мектепте жіті тәртіпте өсіп, еңбекқорлығы мен тәртіптілігі арқылы ерекшеленген. Сол себепті Челси оны болашақтың үздік шабуылшылар қатарына қарастырады. Дастан Сәтбаев Қазақстан үшін жаңа буындағы футболшы. 16 жасында көптеген рекордтарды жаңартып, жоғарғы деңгейде көтерілді. Ол UEFA Лига ұлттық командадағы ерте дебют жасаған ойыншы, премьер-лигадағы үздік ойыншы сияқты сәттіліктерге қол жеткізген жас шабуылшы. Оның тарихы заманауи Қазақстан футболының дамуына айғақтайтын үлгі. Құрметті оқырмандар, сіздерге барлық қолдауларыңызға рахметімізді айтамыз. Қазақ тілді арнамызда 1000 оқырманға жетіп, алдағы уақытта жақсы контентті арнаймыз деп сіздерге уәде береміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.